Қарақалпақ қалқ ертеклері, мақтаншақ тышқан. Bir tышқан bir ұра тапты да, оның бір қапталынан қазып, өзінің ініне шығады. Ұраның иесінің қабы жоқ ба, болмаса өзі уайымсыз бір адам ба білмеймен, ұрадан хабар алмады. Тышқан ұраны өзі меншіклеп, өз мүлкіндей көріп, тәусілмейтұғын қазинеге ие болғандай байлық сүре береді. Қонақ шақырды, басқа тышқанларды жинап, сыйлап, тойғызып тұрды. Сыйлаған тышқанлар бұның әдебін тұтып, әр сөзіне бәли деп тұратұғын болды. Баяғы тышқан болса, күтәқ отдаслап, ардақлап кетті. Бір күні көп қонақ шақырды. Әмме жиналған соң қызметкерлеріне буğday келтірмеге бұйырды. Орадан буğday таппай келді. Өзі барып көрді. Ораның тек өзі бос тұр. Хау, бұған не болған? Буğday иесінің қабындағы ғаллесі тәусіліп, ішкендей буğday алайын деп ұраны ашса, кеміп қалыпты. Ұраны тышқан алған екен деп бүрет ала алып, басқа орынға жайлаған еді. Бай тышқан қонақлардың алдында шерменде болды. Әддіңді білмей саған қонақ шақыруды кім қойыпты? Деп дәлке кету болды. Ауызларын пырлата-пырлата қонақлар шығып кетіпті. Сол күннен баслап бай тышқанның базары түсті. Басында, қасында ешкім қалмады. Сөзін мақұллаушы тышқан болмады. Ondan соңғы өмірі әттең менен өтті. Көрпеңе қарап, аяқ ұзат деген. Солай емес пе балалар?